Асығата кентінің номер 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының 8-ші Д сынып оқушысы Ділмахан. Мен туған өлкенің бояулары атты номинациясына өз фотоколлажымды ұсынамын. Менің жетекшім Авзикулова Данагүл. Елбасының Қазақстан халқына 2005 жылғы жолдауында айтып кеткендей, Қазақстан бүгінгі Еуропа мен Азия арасындағы коммуникациялар легінің түйіскен жерінде тұр. Біздің міндет осына бірегей жағдайымызды өз еліміз бен халықаралық қоғамдастықтың мүддесі үшін табиғатты ұтымды пайдалану деген еді. Еліміздің алдында президент қойған осы міндеттің Қазақстандағы экологиялық жағдайына тікелей қатысы бар. 20 ғасырдың екінші жартысындағы қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы негізінде біздің елімізде күрделі табиғат жағдайы қалыптасқан. Материалдық кен өндірістер көбейді. Абай Құнанбайұлы «Табиғатым аманатым». Табиғатым, тіршілігім ырысым. Сенсіз менің таралады тынысым, биік-биік тауларына қарасам, алшаң басып түзіледі жүрісім. Сенсің менің тазалығым, тұнығым, сенсіз менің үзіледі үмітім. Сен бар жерде жұртынады көңілге, сен бар кезде құлшынамын өмірге. О адамзат, аялашы, қорғашы, өзің туып өзің өскен ортаны, келе жатыр талай сәби өмірге, ең болмаса соның жайын ойлашы. Мен қазақпын, жылқым мінез қайсарлы, жақсы жаман айыратын байсалды. Туған жерім табиғатым деп бүгін асаутайын бар әлемге жасалды. Ей ағасы, іні менен бауырлар, мен айтатын сөздеріме құлақ сал, табиғатпен адам егіз емес пе? Өкінерсің, кетсе егер келмеске. Бар байлығым қоршап тұрған даламда, бау-бақшалы әсем гүлді қаламда. Қолда барды алтыныңды қадір тұт, қолдан шығып кеткен соң қайғы жұт. Менің ойым көк аспанды бауларда, заңғар-заңғар көк майсалы тауларда. Өзіңді өзің ұстап беріп жауларға көрс оқырым бір күніңе алданба. Қатты болса сөзім меге кеше көр. Көк майсалы бауларыңды кеше бер. Өз бақытың өз қолыңда тұрғанда белді бекем шешім шеше көр. О адамзат, аман жүргің келсе егер, қарап тұрма несібен ғой қара жер, табиғаттың тазалығын сақтағың, адамзаттық борышыңды ақтағың. Тал отырғыз, көгалдандыр еліңді, үлес қосып нәр берсейші жеріңе, мал қалғанша тал қалсыншы деген ғой, соны түсін аманат бұл атада. Ата-баба елі үшін атанған, сол кездерде бізге сеніп сақтаған. Ұрпақтардан ұрпақтарға мұра етіп, қазақ жерін қарашықтай сақтаған. Ата-баба рухына бас иіп, сөз етемін бақтабан, үміт тартқан жас ұрпақтың өкілі мен екенмін бүгінгі күн бақытына. Жаса жайна оланбасын жер әлем, басталмашыл ағаларым көгерген, туған жерім табиғатты деп бүгін менің інің ем жолдарды демеген. Сеніміңді ақ жүрекпен ақтаймын, туған жерім топырағыңды бақтаймын. Сеніміме ата-баба тақ салмай, табиғатты таза етіп сақтаймын. Өз ұлыңмын, аманатқа берікпін, бабалардан ұлылықты көріп шын, жар саламын бар әлемге айқайлап, туған жерім Қазақстан көріктім. Барған сайын шикізатқа сұраныс өсе бастады. Ыстық қазба байлықтары жедел игерілді. Ғылыми-техникалық прогрестің нәтижесінде жасалынған табиғатқа әсер, экожүйенің өзгеруі, дауылдар, су тасқындары, жер сілкіністері сияқты табиғи құбылыстармен тепе-тең жағдайға жетті. Тіпті олардан асып түсті деуге болады. Олар да табиғаттың бір келеңсіз әсерін шолып күшейтіп, биосферадағы табиғи жағдайдағы энергиямен зат алмасуды бұзды. Адамның табиғатты өзгертуі де қауіпті жағдайланады. Бұл құбылыста дүниежүзі бойынша экологиялық сипат алған. Қазақ халқы ежелден табиғатқа болмасын, оның бүкіл өз шаруашылығының дамуы мен қалыптасуының, тіршіліктің даму жүйесінің көне көзіне айналдырған. Қазақтың тұрғындарының өмірінің өзінде табиғатты пайдаланумен қатар оны аялауды, қорғауды, тамашалаудың үлгілері қалыптасқан. Осы арқылы болашақ ұрпақ бойына табиғат пен оны қорғап жүруді үйреткен.